ағзаны шлактан қалай тазалауды білесіз бе? Шлактың улы заттың ағзаға жиналуына түрлі дерт себеп болады. Сіз ауырған кезде түрлі ем қабылдайсыз. Одан бөлек өз бетіңізше дертіңізге шипа іздейсіз. Ағзаға түскен инфекция, вирус дәрінің көмегімен жазылады, ал шлак сол күйінде қалады. Ағза сауыққан кезде бойындағы шлакты өз бетінше емдей алады. Бірақ кей кезде ағзаны шлактан тазалау үшін біздің көмегіміз керек болады. Ағза қай кезде тазалауды қажет етеді? Ағзаны тазартудың тәсілдері әртүрлі. Ашығу, шырын диетасын ұсыну, емдік шөптердің қайнатпасы мен асқазан, ішекті шаю, клизма, тағысын тағылар. Ағзаны тазартудың пайдасы қандай? Медицина бұл жайында не айтады? Біз осы сұрақтардың жауабын іздеп көрдік. Қызықты да пайдалы, тіпті тосын, әр адам біле жүруге тиіс жағдайларға қанықтық. Оны оқырманның да біле жүргенін жөн деп ойлаймыз. Достар, осы видеоны соңына дейін көрмес бұрын каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сіздердің болмашыған әрекеттеріңіз біз үшін өте маңызды. Қазақша арнаның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Үнемі әлсіздік пен шаршау, бас ауруы, артық салмақ пен тым арықтау, бұлшықет пен буынның ауруы, ауыздан жағымсыз иістің шығуы, тілдегі ашық немесе сары дақ, терідегі қышыма, аллергиялық әсер, іштің кебуі, іштегі өзгеріс, қатты терлеу және жағымсыз иіс, мезгілдік ауруға бейімділік, ұйқысыздық пен мазасыздық ағзаға шлактың жиналғанын білдіреді. Ағзаны тазалауға қалай дайындаламыз? Шлак пен улы зат ағзаға жиналады. Мәселен, бауыр, бүйрек, ішек және қан тамырларындағы жиналған шлакты мына әдіспен тазалауға болады. Бір стақан салқын суды ыдысқа құясыз. Оған бір шай қасық зығыр дәнін салып, отқа қойыңыз. Қайнауға жақындағанда оттан алып сүзесіз. Дайын болған емдік сусынды ұйқыға жатар алдында ішесіз. Зығыр сүтінің де ішті тазалайтын қасиеті бар. Ол үшін зығыр ұнымен суды араластырасыз. Бетін жауып бір түнге қалдырасыз. Таңертең аш қарынға ішу керек. Келесі, бауырды тазалау. Бұл ем тюбаж деп аталады. Бауырды шлактан, улы заттан тазалау үшін ала тікен қажет. Ол үшін бір шай қасық шөпті бір стақан суға араластырып отқа қоясыз. 3-4 минуттай қайнаған соң оттан алып сүзіп қоясыз. Дайын болған тұнбаны түскі тамақтан соң 1 сағаттан кейін ішесіз. Емді бір ас қасықтан қабылдау қажет. Бүйректі тазалау. Бұл ағзадағы шлакты шығару үшін сәлбен, лаванда, жалбыз және гүлшетен шөптерінің май қажет болады. Оның бірнеше тамшысын бір стақан таза суға араластырып ішесіз. Дәмі ұнамаса, бір шай қасық бал қосуға болады. Бүйрекке арналған жиынтықта ағзаны керемет тазартады. Ол қоспаның ішінде қайың, қырықбуын, таран және арша болады. Бұл шөпті кезектестіріп қолданасыз. Егер үнемі бір шөптің көмегіне жүгінсеңіз, ағза соған ғана үйреніп қалады. Кез келген дәріханадан табылатын осы қоспаның 2 ас қасығын 6 литр қайнаған суға араластырып тұндырып қоясыз. Бөлме температурасында жылыған кезде сүзіп алып ішесіз. Емді күніне 3 рет жүргізу керек. Қанды тазалау. Қанды тазалау барысында жүрек пен қан тамырларының жұмысын жақсартасыз. Ал қанды шлактан тазалау үшін қалақай шөбінің көмегіне жүгінесіз. Ол үшін бір шай қасық балғын немесе кептірілген жапырақты бір стақан қайнаған суға салып тұндырып қоясыз. Тура 45 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып 2-ге бөліп ішесіз. Емді тамақтанудың алдында қабылдау қажет. Қанды толық тазалау үшін емді 30 күн бойы үзбеуге тырысасыз. Қан тамырды тазалау. Қан тамырды тазалау үшін бірдей көлемде мың жапырақ, түймедақ, салаубас пен қайың бүршігін араластырып шыны ыдысқа салып қойыңыз. Шөп қосындысының 2 ас қасығын 500 мл қайнаған суға салып бетін жауып қоясыз. Шамамен 20 минуттан соң дайын болған тұнбаны сүзіп алып ішесіз. Дәмі ұнамаса, бір шай қасық бал қосуға болады. Емдік сусынды ұйқыға жатар алдында қабылдау керек.
1 шай қасық бедені 1 стақан қайнаған суға салып, ыдысымен ыстық суға салып қоясыз. 5 минуттан соң ыдыстың бетін жауып 40 минут тұндырып қойыңыз. Осы уақыттан соң тұнбаны сүзіп алып, 1 десерт қасықтан ішесіз. Емді әр тамақтанудың алдында қабылдау керек. Емді күніне 3 рет 21 күн үзбей жүріңіз. Осы емнен кейін қан қысымыңыз реттеліп, құлақтағы шуыл басылады. Бұл тазалық жұмыстарын жүкті, емізулі әйелдерге және кішкентай балаларға жүргізуге болмайды. Деректерге сенсек, адам 20 жастың өзінде ақ күнделікті ас арқылы ағзасына 4 килодан артық түрлі қалдық жинап жүреді екен. Енді 70 жыл бойы ағзасын тазартпаған адамның қанша кило қоқыс арқалап жүретінін есептей беріңіз. Адам басында қалдықтар шырышты сұйықтық түрінде жиналады екен, ал тоқшек қабырғаларында қоңырқай түсті қатқыл тас, бүйректе құм болып түзіледі. Бауыр, қараталақ, қан, лимфа бездері мен тамыр қабырғаларында қақтан кенде қалмайды. Соңғы аталған ағза мүшелеріндегі қоқыстар жағымсыз иіс бөледі. Қалдықтар көбейген сайын ағза мүшелері жұмысында қиындықтар туындайды. Осы қауіпсіздік салдарынан адамды түрлі ауру айналдырады. Сондықтан белгісіне қарай қалдықтың қай тұста көбірек екенін анықтап, оны жүйелі түрде тазартып тұрғанның пайдасы көп. Достар, осы видеоны барша әлеуметтік желілерге таратып жіберулеріңізді өтінеміз. Және каналға тіркеліп, лайк пен қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар.